Баршаңызға сәлем достар, қайырлы күн. Бүгін сіздермен дәл осындай тесік-тесік болып шығатын блинчиктің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге қажет заттар бұл қант, ұн, сүт, жұмыртқа, сұйық май және сода және шым-шым тұз. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Сосын үстіне қант салып, шым-шым тұзымызды қосып, араластырамыз. Сүтімізді құямыз. Және жақсылап араластырамыз. Үстіне ұнымызды 2 бөліп саламыз. Сосын содамыздың үстіне қайнап тұрған суымызды құйып аламыз. Дәл осы қайнаған суымызды біздің қамырымыздың үстіне құйып аламыз. Және жақсылап араластырамыз. Сосын үстіне қалған ұнымызды салып араластырамыз. Үстіне сұйық майымызды құйып араластырамыз. Мұнда қамырымыз біркелкі массаға енгенше, арасындағы түйіршіктер кеткенше жақсылап араластырамыз. Блинчигіміздің қамыры дәл осындай сұйық болу керек. Енді табамызды отқа қойып, қыздырып, блинчиктерімізді пісіріп аламыз. Блинчиктеріміз видеодағыдай тесік-тесік болып шығу үшін алдымен табамызды сәл қыздырып алуымыз керек. Сосын қамырымызды құйып, пісіріп ала беретін боламыз. Міне біздің блинчиктеріміз дайын болды. Блинчиктеріміз жіңішке әрі тесік-тесік болып шықты. Сіздерге де осы рецептімен жасап көруді кеңес беремін. Егер де менің видеом сіздерге ұнаса, менің каналыма лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!